Қалай беріп жатырмыз? Ақыл айту секілді дүниелер қаншалықты маңызды. Біз өз баламыздың өз бетінше шешім қабылдауына қандай көмек көрсетіп отырмыз? Ендеше мектеп педагог психологы Амажан Дүйсекееваның психологиялық тренингіне кезектерейік. Баланың бәрі бірдей, олар сорғыш қағаз тәрізді. Ата-анасының қандай қасиетін болса да бойына сіңіре береді деп айтып өткендей, мен бүгінгі ата-аналар жиналысында өткізіліп отырған тренингімде осы психологиялық кеңес түрінде қабылдасаңыздар деймін. Тренингнің тақырыбы байлаудан босатыңыз. Мақсаты әр баланың арман мақсаты болады. Сол арман мақсатына жетуге тосқауыл болмауға, бағдар беруге, кеңесші бола білуге шақырамын. Енді тренингті айтып өткендей байлаудан босатыңыз дейді. Маған өз еркімен бір қатысушы келсе. Араларыңыздан өз еркімен бір қатысушы. Енді ойының жағын түсіндіре кетейін. Мен сіздерге сұрақ қоя отырам. Сол сұрақты естігенде бірінші қандай балаңыз болса да, яғни ересек балаңыз болса да, және жасы мектеп жасындағы балаңыз болса да, егер барлық балдарыңызды елестете отырып, ойыңызға қандай сөз келді, соны айтып отырсаңыздар, иә? Сіз сұрадыңыз қазір, сұрақ қойып алайын. Бірінші сұрақ. Балаңыз шетелге барамын, ел көремін, жер көремін, және жағдайымды жасап аламын деп сізге келді. Сіздің әрекетіңіз қандай болады? Бірінші ойыңызға қандай сөз келеді? Кете берсін. Жібермесем бе? Не себепті? Яғни сіз қарсысыз ба? Не себепті ағарыптан? Балаңызды не деп тоқтатасыз? Мысалы, мен қарсымын десе, балаңыз бірден айтады ғой, неге дейді ғой? Неге басқалар көріп жатыр, неге мен көрмеймін дейді ғой? Ата-ана болғаннан кейін уайымдайсың. Уайым береді. Ана баланың уайым береді. Я айта беріңіздер. Мен қарсы емеспін, мысалы. Қарсы емессіз, иә? Бірден қарсы емеспін деп айтуға дайынсыз ба? Иә. Қарсымын деді. Қарсымын не себеп? Өзі сенімді, бала өзі сенімді болса өзіне. Бала сенімді болады, бірақ Бала өзі сенімді, ол сол жаққа барған кезде, шетелге барған кезде өзі алып кете алса. Сіздің көзіңіз жетіп тұрса, сіз қарсы емессіз, иә? Ал егер сіздікі яғни жетпейді көзіңіз. Қарсысыз. мысалы шетелге оқуға барам десе ше, мен жібермесем неге? Ол кітап бізде де бар, ол мұғалімдер бізде де бар, Қазақстанда да. Ал жұмыс жағына келетін болса, жұмыс істегісі келсе, ол Қазақстанда жұмыс көп. Шетел асудың керегі жоқ та. Жоқ, әр баланың ой-түйсігі әртүрлі ғой. Мысалы, сай болып тұрса кетеді, ешқандай байлап қойсаң да тұрмайды кетеді. Одан кейін екінші жағы бар да, мысалы бала 20-ға толмаса үйлену керек, иә? Ол шетелге кетсе, бір жыл, 2 жыл жүріп қалса, 1-2 жыл дағы өтеді, келгеннен кейін қыз таппай қалады, ондай кешігіп қалады да. Оған негізі мынандай ғой бала. Сіздер негізі үйге қараймыз, балдар қынтай береміз да. Негізі қорқа өмір сүре берсең, ол өмір бойы қатып кетеді. Өнбейді, көзі ашылмайды. Тек қана осы ауыл сияқты ғана өмір сүру керек деген одағы қағида болады да. Наоборот, баланы жіберіп, көргізіп, үйренгізіп, басқа жақтың жаңа несімен алмасу керек, ол жағын бәрін сол жағынан қарау керек та. Мен жұмыс жағынан қарап жатқан жоқпын, мен қазір білім жағынан қарап отырмын да. Егер де жұмыс жағынан қарасам, енді ол жақтан білімін енді несімен алмасып келгеннен кейін өз еліне қайтады деп ойлаймын, бәрі өз елінде болмайды ғой. Қайтады ғой. Мен егер білімі жетіп, баланың көзі өзіне сенімді болса, мен жіберетін едім. Ол сенімді негізі ата-ана ұялатады оған. Балам айтады, білімің жетіп, онда барғанда мысалы, білім алуға, ұштауға ол жаққа баратын болса, немесе жұмыс істеуге барам дейтін болса, тіл білу керек. Бірінші мәселеден білімін шыңдайын дейтін болса, мен оған қарсылығым жоқ, жіберетін едім. Мен өзім де кетіп баратын едім.
бірақ баламын жіберемін деген бір азғантай пайызда көпшілігі үндемей отырсыздар және жібермеймін деген кереғар пікір айтып отырсыздар, иә. Бұл сіздердің ойларыңызға болған ол баланың біріншіден аяғын саулап отырсыздар. Яғни сіздердің бірінші ойларыңызға келгені, яғни жандарыңыздан жібермеу, алаңдаушылық қасиеттеріңіз жағы, сезімдеріңіз арқылы баланың аяғын саулап отырсыз. Екінші сұрағын қойсам, мектеп оқитын қызыңыз немесе балаңыз кәсіп ашайық десе, сіз не істейсіз? Сіздің әрекетіңіз? Қолдаймыз. Ол мектеп оқиды әлі. Оған көп нәрсеге тосқауыл жоқ. Тосқауыл болады. Көп нәрсе тосқауыл. Мектеп оқитын балаңыз не, қызыңыз не шешесіңді? Бәрін шешетін ақша ол, ақша болса бәрін ашасың ғой. Мектеп ережесінде баланың мектепте отыру керек, ол кәсіп аша алмайды. Не істейсіз? Мектебін бітіріп алып, ақыл кеңес беріп тоқтату керек кішкене ата-ананың тарапынан. Жоқ, кәсіп ашамын дейма, жоқ, ашайық дейма, ата-аналармен бірлесіп. Кәсіп ашамыз десін. Өзі ойын айтады бала. Басын істемейді ғой, ол мектеп оқитын бала сізге тәуелді. Демек сізге келіп айтты. Жоқ, кәсіп ашайық, просто сен мектеп бітіргенше өзім істеймін, сен мектеп бітіргенше. Жоқ, былай болады. Жоқ, бала айтып тұр ғой бұл жерде. Мектептен кейін де көмектесуге болады. Мысалы, мен анау пісіретін болатын болса, соны жеткізіп беретін, ол бірге жұмыс істеуге болады баламен. Бірден қандай ой келді енді бастарыңызға? Қалай басында ауыртпа дейміз ғой. Ол бірінші мектепті бітіріп алды. Дәл осындай жағдайда біз баланың қолын тұсаулаймыз. Яғни қолынан келетін іске біз белгілі бір шарттарымыз бен ережелерімізді әкеліп қоямыз. Үшінші жағдай, үйіңізге қонақ келді. Ол балаңыздың үлгі тұтатын адамы. Дастархан басында отырғанда екеуара әңгімесі айтқысы келіп отыр жаңағы адамның. Бірақ сіздің балаңыз жағаласып ол кісіге сұрақ қоя берді. Сіздің іс-әрекетіңіз қандай? Жағаласып болғанда адам тыңдамай ма әлде? Сол әңгімеге сөзін бөліп өзіне сұрақ қоя берді. Сіз не істейсіз? Шымшы боласың ғой. Сөзіне араласпа деймін. Иә, бірінші айтамыз, араласпа деп ақылмайды. Айтатын сөзіміз сол. Бала білесіңе қой болды. Көзі. Мен бірге отырғыза беремін. Сіз отырғыза береміз. Отырамын. Жоқ, бет алып жағаласа берсе, сән деген істейсің. Жағаласа берсе, шымшы бала дейді. Жағаласа үндемейміз. Сөйлей берсін бәрі, сіздер бересіз. Енді бала ол неше жасар бала примерно айту керек қой. Кішкентай бала болса қанша айтсаң да ұлықпайды. Тастамаса болады. Басына бешін. Мектеп жасындағы балаңыз жаңағы айтып өткендей кәсіп ашу үшін, бір мамандық иесі болу үшін ерте бастан, яғни 11-ге дейін жетпей жатып, сіздер белгілі бір курстарды оқып алу, әсіресе жазғы каникулдарда болады. Мен шаштаразының курсын оқып алайыншы, мен ненің курсын оқып алайыншы деген балдарда болады кейде ойларында. Сондай жағдайда сізге көп көлемді сума ақша сұрады. Сіздің әрекетіңіз қандай болады? Ол көргісі келіп тұр. Береміз ғой ақшасын. Қақпау керек шығар ондай дейді. Негізі бірақ ол әлі мектеп жоқ, өмірінде бәрібір алдынан шығатын нәрсе ғой, негізі. Оқытуға болады. Ақша шығарғам, сосын пісірген онша болмай қалғанда
өзінің жан жақтан қырына сыналдырып мен қызым жұмыс істейін деп қарсы болдым. Қарсы болады. Жұмыс істейін деп ол барып сол неден айжамалдап тілерде жұмыс көмекші деп жатыр екен, мен сол жерге барып жұмыс істейін дейді да. Ай саған не істеп келатыр, отыр деді. Соны істеп келген жоқпыз ғой. Ал егер жұмыс істеймін деген болса ше шынында да. демалыста болады. Жатпайды ауылда жұмыс жоқ, сыртта қалаға барып істейміз. Ауылда енді неге жаңағы шығу не емес. Мен балам жібермедім да істетуге. Өйткені оның жақсы қазір мынандай алға көкпені кезеңде. Ол 13 класс бітірген кезде істейін деді, ол екен ғой енді, айта берейін. Мен жіберген жоқпын. Өйткені ол жерде ортасы қандай болады оның. Ол түнгі мезгілге дейін жұмыс істейді. Сол жағын ойлайсың ғой, енді ата-ана болғаннан кейін. Ол ана жерде үлкен мысалы қыздар болады. Олардан басқа нәрселерді үйрену мүмкін. Тез есейіп кетіп, жаңағы өмірге ерте әртүрлі жан-жағын ойладықтағы пісіретін де пісіре берді. Негізі бала бәрі қанша біз ата-ана жақсы болсын, жаман жолға түспесін деп ойласақ та бәрі өзінің ортасынан өзінің бәрі алады. Қанша сен үйде отырып бармайсың жұмыс істемейін десе де. Сол себеп жібермейді. Негізі жібермейді. Көз байлар. Сіздердің ойларыңыз бен сіздердің пікірлеріңізге байланған балдар, байлаулы бала. Дәл осылай біз бала тәрбиелеп жатырмыз. Қарапайым тілмен айтқанда, жаңағы ойбай бізге ауылға ондай нәрсе болмайды, ойбай деп баламызды осылай басып барлық жерін байлауды келатырмыз. Ал егер енді психологиялық тұрғыдан осында шешу жолын қарайтын болсақ, біз бірінші сұрақта айттық, шетелді көремін. Егер баланы тәрбиелеуде дейді, өзіне сенімділігіңізді көрсете алсаңыз, өзіңіз, оны қолдасаңыз, ол қазір мақұл мектеп жасында болып тұрса да, егер сізден сенімділікті алған бала, бір нәрсені мынандай, басы бір рет тасқа тиеді, 2 рет тасқа тиеді, үшіншісінде басы тасқа тимейтін жолды қарайды. Аяғы бір рет шалынады, 2 рет шалынады, одан кейін шалынбайтындай аттап өтетіндей қабілетті ойлап табады. Яғни балаға біз еш уақытта қысқау болмауымыз керек. Балаға біз тек қана қолдауымыз қажет. Екінші сұрақ бойынша біз баланы кәсіпке ашуына бірден қарсы болып жатқандар да бар, қолдап жатқандар да бар. Егер бала мектеп оқитын болса, сен идеяңды маған айт, мен жүзеге асырайын. Немесе сен идеяңды біз ортақ болып ашып, ұйымдасайық. Осыдан отбасымызды мынандай қырықтан шығарайық деп баламызға қолдасақ. Бұл жолы да балаға қолдау көрсетсек, онда баламыздың қолы да осылай. Яғни ол бір келген жақсы идеядан келесінде одан да жақсы идея туады балада. Ал енді кісі болар баланың кісіменен ісі бар. Кісі болмас баланың кісіменен несі бар дейді. Егер баламыз үлкендерден өнеге алып, үлгі алып отыратын болса, еш уақытта баланың өзінің үлгі тұтатын адамынан пікір алмасуына кедергі жасамауымыз керек. Үшіншіден, төртіншіден, көзіміздің байлауы, біз осындай қол аяғын, аузын байлап тастасақ, ол көз соқыр болады. Біз үнемі баланы, кеңесіп, баламыздың ой пікірмен ақылдасып отырып, мәселені шешетін болсақ, ол кезде байлаудан босанған баланы біз тәрбиелеп. Жалпы айтқанда, жылы сөз мен осы 9-шы, 10-шы, 11-шы сыныптарға осындай пікір талас жүргізуге немесе мамандық таңдауға байланысты сұрақтар қоямда. Ең бастысы таңдаған мамандығында
сұрақ қоямын, қарапайым ғана қандай үлгі ұстатын адамың бар деп сұрақ қоямын. Бірақ біздің көпшілігі оқушылардың 90% десем де болады, өзіне бір үлгі тұтатындай бір не ұстасы, не болмаса бір үлгі тұтатындай, мысалы кәсіпкерлікті таңдаймын дейді. Енді сол кәсіптен өзінің жаңағы шыңына жеткен кімді білесің? Кімнен мотивация аласың? Кімді танып білдің десем, ауыздары ашылып отырады. Ізденбейді, оқымайды, тек өзінің қиялындағы мамандық қана, болмаса ата-ананың жетелеуіндегі мамандықты ғана айтады, болды. Ары қарата шекарасы алыс емес балдардың ойының. Егер біз үйде пәленшені қарашы, мысалы қарапайым теледидардың өзінен көрсетіп отырады, қазір небір жаңағы арнайы бағдарламалар көп. Солардың өзінен ал осы адамнан үлгі алатын, осы адамның қарапайым сөзін жаттап өсетіндей болса бала, ол кезде ойлау жүйесін біз келуде алар едік. Ойын таяз қылмас едік. Бұның барлығы ата-ананың және баланың арасындағы жылулықтан көрініс тауып отырады. Жылы сезім жүректерде сақталады, мейірімділік тек жүректерден басталады деп сөзімді қорытындылағым келеді. Әрқашанда балаларыңызға мейірім шапағаттарыңызды төге біліңіздер.